Қайырлы күн. Бірінші сұрағым Алматы тау кластері жобасына қатысты. Жалпы бұл жобаны жүзеге асырудағы мақсат қандай және қала үшін қандай нәтиже береді? Сұрағыңызға рахмет. Бұл барлық алматылықтардың көкейінде жүрген мәселе деп айтуға болады. Тау кластері бағана баяндамамда да айтып өттім. Қазіргі таңда бізде мынау Шымбұлақ тау кластері деп кіші тау кластеріне алатын болсақ, бізде ол жерде күнделікті қабылдау қабілеттілігі 6 мың болатын болса, қазір тәулігіне бізде 15 мыңға жетіп отыр. 2,5 есе артып отыр. Біз соны талқылаған кезде біз мәліметтерін қарадық. Мынау Іле Алатау ұлттық паркінің мәліметі бойынша 2018 жылы тауға шығатын азаматтарымыздың саны 200 мың болған. Қазіргі таңда осы 11 айдың есебінен 900 мыңнан асып отыр. Ол жылдан жылға ол тенденция ары қарай өсе береді. Келесі жыл миллион болады, одан ары жыл 1,5-2 миллионға дейін жете береді. Сол себептен де туристік ретсіздікті реттеу болады. Бірінші біздің мақсатымыз. Екінші, ол жерде біз бәрібір де турист болсын және жай тұрғын болсын, біз оларға тауға шығуға тосқауыл қоя алмаймыз. Енді соны бәрін ұйымдастырған түрде және экологиялық стандартқа сәйкес тау кластерін жасау жоспарлануда. Қазір техникалық, экономикалық негіздемесі әзірленіп отыр. Оның экологиялық экспертиза өтеді, одан кейін қоғамдық тыңдаудан да өтеді. Сосын ары қарай біз оны іс барысына алатын боламыз. Ол да бір экономиканың бір өзінің серпінін береді. Себебі тау кластерінің біздің алдын ала есебіміз бойынша 10 мыңдаған адамнан астам бізде жаңа жұмыс орындары болады. Жаңа отельдер құрылысы болады. Қазірдің өзінде соған сәйкес қаланың ішінде 25 отель соған істеп сондай өтініштерін білдіріп отыр. Және де 100 миллиардтаған сондай халық осы қаламызға түсетін болады. Және де бір айтатын нәрсе, бізде көршілеріміз Қырғызстанда және де Өзбекстанда бұл жұмыс бастап кетті. Қазір біз бұны да қолға алып жұмыс жасамайтын болсақ, ертең туристер және де ол жаққа кетіп қалады. Және де біз жаңа экономикалық бағытты айқындап отыру керекпіз, және де экономиканың өсуіне де жағдай жасау керекпіз. Өйткені біз қала қазір ешнәрсені құрылыс салмай, ешқандай бағытта дамытпай отыратын болсақ, күні бір күн келеді, біз өзімізді бағамай қалуға жағдайға жетіп қалмаймыз. Сол себептен де бұндай жаңа бағыттарда туризм саласы және де цифровизация дейміз, жасанды интеллект дейміз, бұлардың барлығы біздің келешегімізге үлкен сондай экономикалық серпін беретін бағыт деп айтуға болады. Үлкен рахмет.